Мынандай сұрақ бар. Қарыз бергеннің сауабы көп па, садақа бергеннің сауабы көп па деген мәселе бар кітапта. Қалай ойлайсыздар? Неге шулап кеттіңдер ғой? Бәрін қарыз алып жүрсіңдер ғой, дейме? Қарыз айт берсін бізге. Дұрыс. Дұрыс. Имегіңе жауап бермесін, жамаатына сұрап жатырмын ғой. Имамдар кірісіп кетті. Дұрыс айтасыздар. Садақа беріп, біреу жарылқағаннан екінші бір адам қарыз сұрап тұрса, қарыз бергеннің сауабы әлде қайда сауап көп деген ғалымдар. Неге десе, сен біреуге садақа берген кезде, ол адам мүмкін дәл сол садақаға мұқтаж, мүмкін мұқтаж емес. Жарайды, қабыл болсын деп ала салды. Ал анау қарыз сұрап тұрған адам ше, ол өте қатты мұқтаж. Ол ең соңғы мүмкін өмірде сенде тұр, мүмкін. Ол көп жерден көрді, ең соңғы вариант мүмкін сенсін оған. Сен оған қазір көмектесіп жер, Құдай қаласа ол жаңа қиыншылықтан шығып кетсін, аяғына тұрып алсын, Құдай қаласа басы аман болсын. Дүние болған екен, алыс беріс жүру керек арада балалар. Мына, дүние деген сол үшін жалаңаш келген денең, жалаңаш кетеміз бәріміз. Ешкім ішінсе әкетіп жатқан жоқ өмірден. Қалады ертең бәрі. Сонда өзімізбен бірге алып кететін нәрсеміз не екен жаңағы? Біреуге қарыз беруіміз. Ертең қарыз беріп тағы шолақ қалмаңдар,